Германия Федеративті Республикасының астанасы Берлин. Шпрея өзенінің өткелі қасында, батпақ пен ормандар толы құмды ауданда бой көтерген. Бүгінгі таңда Германияның ең үлкен қаласы болып саналатын Берлинде 3,5 миллион адам тұрады. Оның аумағы 1000 шаршы километрден астам. Германия астанасының архитектурасы көп ғасырлық тарихы мен ескі ескерткіштер, заманауи ғимараттарының арқасында бір тома болып табылады. Осы ескерткіштердің кейбіреулері Бранденбург қақпалары, Рейхстаг, Гумбольдт университеті, Пергам мұражайы, театрлар, Сан-Суси мен Шарлоттенбургтерде Гогенцоллерндер әулетінің ғимараты. Сондай-ақ керемет заманауи құрылыстар, қаланың әсем көрінісін ашатын телевизиялық мұнара, Еуропа Центр әмбебап дүкені, Берлиннің әйгілі Курфюрстендам даңғылы, Берлин хайуанаттар бағы, қырғи қабақ соғыспен әлем бөлінісінің нышан айғағы болған Берлин қабырғасы құлағаннан кейін, Берлин Еуропадағы ең тез дамыған астаналардың біріне айналды.